Адамның жасы ұлғайған сайын ешкіммен жанжалдасып, күйзеліске түскісі келмейді. Тіпті біреудің өмірі де қызықтырмайды. Тек жайлы үй, адал достар, таза ақыл, бақытты жүрек және жанның тыныштығы болса болды екен. Аллаға тәуекел деп бірінші қадамды нық бас, қалғаны Алланың қалауында. Пенденің мәртебесін көтеретін 4 қасиет бар. Мейлің білімі мен амалы аз болса да, ол жұмсақтық, кішіпейілділік, жомарттық және көркем мінез. 3 бақ. Ата-анаң аман жүрсе, басыңда бар таудай бақ. Бала-шағаң отбасыңмен, басыңда бар баудай бақ. Жұмысың, ішер асың бар, бұл дегенің балдай бақ. Осы 3 бағың тұрғанда, саған керек қандай бақ. Осы 3 бақты бағаласаң, жұлдызың жанар маңдайдақ. Әркімнің өз тағдыры бар, оған араласу өз тағдырыңды жоғалту. Зұлымды қылсаң, әділетсіздік көресің. Өтірік айтсаң, алданасың. Қиянат қылсаң, қиянатшылға жолдығасың. Ертең өзіңе не жасалғанын қаласаң, бүгін өзгеге де соны жаса. Жас күніңде еккеніңді, қартайған шағыңда орасың. Білім қартаймайды. Кәрілік жаман емес, егер есің дұрыс болса. Жасыңды ұмыт, өмір сүр. Жас ұлғайған сайын ақыл көбейеді. Өмірді ұзарту емес, өмірді тереңдету маңызды. Сөздің күші қылыштан өткір, байқап сөйле. Әрдайым шындықты айт. Шындық сен үшін қиындық туғызса да, өтірік айтып, өзіңе оңай жол іздегеннен гөрі шындықты айту әрқашан жақсы. Әрбір істің басында сабырлы болу оның жеңісінің кепілі. Өз ісіңді адал әрі таза орында, себебі Алла адалдықты жақсы көреді. Білім байлықтан артық, себебі байлықты сақтау керек, ал білім сені сақтайды. Сабыр мен намаз қиындықтардан құтылудың ең жақсы жолы. Кімде-кім көркем мінез құлықты үйреніп, оны іс жүзінде қолданса, сол нағыз мұсылман. Әлсіздер ешқашан кешіре алмайды. Кешірім күштілердің қасиеті. Кешірімділік рухани тазалықтың белгісі. Көре алмаушылықтан сақтан, ол жүрегіңді қараңғылыққа толтырады. Сатқындық ең ауыр күнәлардың бірі, себебі ол адамның сенімін аяққа таптайды. Шынайы достық екі адамның рухани бірлігі. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. Өмірдегі ең үлкен даналық басқа адамдарға құрметпен қарау. Сыйластық пен түсіністік адамдарды жақындастырып, қоғамда біріктіреді. Адамды оның білімі мен қабілеті емес, жүрегінің тазалығы мен адамгершілігі анықтайды. Өзгелерді сыйлау арқылы өзіңді құрметтеуді үйренесің. Адамзаттың шынайы байлығы бұл оның адамгершілік деңгейі. Ішкі тыныштық сыртқы қиындықтардың ең мықты қаруы. Өзіңді жеңе білсең, жауыңды да жеңе аласың. Білімі жоқ адам өзінің ең үлкен жауы. Өмірде ең үлкен жауың өзіңнің қорқынышың. Құрметті көрермен, арнаны қолдай отырыңыз. Лайк басып, коммент қалдырып, өз ойларыңызды қалдыра кетіңіздер.
достармен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Қарағандарыңызға көп рахмет.